Қайырлы күн достар, бүгін асхана әлемі арнасында арнайы вафельницамен пісіретін керемет, қытырлақ, балалар мен ересектердің сүйікті деликатесі болған вафли пісіретін боламыз. Ол үшін 5 жұмыртқамызға қант, ұн, жүгері крахмалы және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, жақсылап миксермен біркелкі етіп араластырамыз. Жүгері крахмалын қоспасаңыз да болады. Оны қосқан себебім вафли ұзақ уақыт өзінің формасын жұмсармай, тастай күйінде сақтап тұрады. Вафельницамызды ысытып аламыз және бір үлкен қасық немесе қасық жарым салып, қызарғанша пісіреміз. Піскен вафлиді суымай тұрып орап, формаға келтіріп аламыз. Міне осындай әр дастарханның көркін, сәнін келтіретін әдемі, тәтті вафлиіміз дайын болды. Егер де видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.